Бірінші сұрақ. 1,15a көбейту 3-тен 4 тең 8b бөлінген 3,3-тен 1 болса, a бөлінген b қатынасы нешеге тең? Бұл жақта бізге теңдеу берілген, бірақ теңдеуімізде 2 белгісіз. Осындай теңдеу шықпайды бізде. Оны біз шығара алмаймыз, сол үшін не істей аламыз мына жақта? Қатынасымызды табу үшін бірінші мына жақтағы бір белгісімізді екінші белгісі арқылы көрсету керекпіз. Мысал келтірсем, қарайық. 2a тең болса 3b-ға тең, a-ның мәні сонда тең болады, 3b қала береді. Мұна 2 көбейтумен тұрса, осы жерде оған бөлеміз. a-ның мәні тең болады, 3b бөлінген 2. Осы есебімізде дәл сондай нәрсе жасаймыз. 1,15-ті жай бөлшекке аударамын. Ол бізде шығады 1,2-ден 1. Көбейту a көбейту. Мынау 3-тен 4 деп қалады. Тең 8. 8-ді мен 1-ден 8 деп жасалам. Көбейту b. Бөлу. Мына санды бұрыс бөлшекке аудара салам. Шығады 3-тен 10. Әр қарай мына жақтағы аралас санды мен бұрыс бөлшекке аударамын. 1-ді 2-ге көбейтіп, 1-ге қосамын. Шығады 2-ден 3. Көбейту a көбейту 3-тен 4. Тең, осы жерімізде 1, астымызда үстінде 8, 1-ден 8. Көбейту b көбейту 3 үстіне 10 астына. Мына жақта бөлген көбейтуге аударғанда екінші бөлшек ауысады. Енді қысқартамыз. 3 пен 3. Осы жерімізде 1, мына жақта 1. Осы жерде 2-ге қысқартқанда, мына жақта 1 болады, мына жақта 2. 8 бен 10-ды қысқарта аламыз. 2-ге. Мына жақта 4, осы жерде 5. Сол жағымызда 2 көбейту a қалды. 10 жағымызда 4-ті 3-ге көбейткенде 12. Астымызда 5 көбейту b-ға. Енді 2a тең болса 5-тен 12b, a-ның мәні нешеге тең? 5-тен 12 көбейту b ол қалады. Енді бөлу 2 деп осы жерге апарамыз. a тең сонда 5-тен 12 көбейту b көбейту 2-ден 1. Қарайық, мына жақта егер 2-ні 1-ге бөлсек, ол 2 қала береді. Бөлуден көбейтуге ауыстырғанда екінші бөлшек аударылады. a тең сонда мына жақта 2 қысқартылады. 1, 6. Жауабымызда шығады 5-тен 6b. Енді a-ның мәнін біз білдік, b арқылы көрсеттік. Енді мына қатынасқа оны қоя аламыз. a-ның орнына осы 5-тен 6b-ні. Енді a бөлу b нешеге тең? a-ның орнына 5-тен 6b қоямыз. Бөлінген b. Мына сан мен әріптің арасында көбейту тұр. Оларды енді бір-біріне қысқартсақ болады. Жауабымызда шығады 5-тен 6. Осы жерде 5-тен 6 жоқ. Осы бұрыс бөлшекті аралас бөлшекке аударамын. Ол шығады 1,5-тен 1. 1,5-тен 1 мына жақта да жоқ. Ондық бөлшекке аударсақ, астымызды, үстімізді 2-ге көбейтеміз. Шығады 1,10-нан 2. Немесе 1,10-нан 2 ондық бөлшекпен көрсетілген. Жауабымыз С дұрыс.